Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әтеді бүгін біздер Free Fire Battle Galası ойынын видеоны жалғастырамыз. Видео көргендеріңіздей достар, жаңа режимде өте кереметті жаңадан шыққан режимде топтар алып батырсатын болған және достар. Видео басында достар сіздерден өтініп сұрайтыным лайк басып, арнаға тіркеліп, және де қастан шыққан қоңыраушаны басып қойсаңыздар достар. Қоңырауша не үшін десеңіздер енді білетін шығарсыздар. Қоңырауша мен видеоны достар бәріңіз білетін боларсыздар. Мен біраз уақыт бұрын сауалнама жүргізген болатын. Сол сауалнамада қандай видео шығарайын деп екі не қойған болатын. Бірінші қызық Free Fire қызық сәттер, екінші Free Fire кино деп. 71 адам вообще 71 адам қатысып, оның 77% Free Fire қызықты сәттер деп жауап берген соны таңдаған екен. Енді достар, енді келесі бөлім сол Free Fire қызық сәттер, осындай қызықты мощный моменттер болатын достар. Сондықтан давайте осы видеоға аямай лайктарыңызды басыпсаңыздар, және де арнаға тіркеліп қоңыршаны басып қойыңыздар. Сол кезде сол қызық сәттерді бірінші болып көретін боларсыздар достар. Енді бүгін біздер қазір көріп тұрғандарыңыздай ойнап жатырық. Мен біреуін басына хетін жабысып тастадым достар. Просто хет барып бастан деп сүйіп алып достар, Шелзи айтқандай. Енді мен бұлар озвучка жасап жатырмын. Просто мен бұл кезде мен алдында адамдар болды, сондықтан сөйлегенім онша болмады. Сондықтан қазір мен өзім жеке шығып озвучка жасап жатырмын енді достар. Егер де достар озвучка жасап жатқаным онша ұнамаса ренжімеңіздер, просто енді озвучка жасап жатырмын, енді түсіндіру үшін достар. Так, қазір мен ана бір адамды өлтірдім, және де мына үстінде көрдім. Ананың үстіне шығайын десем, үстіне андай білесіз ғой, жаңа режимде андай ататын қойып қояды, сондай түр екен. Сондықтан мен шықпай-ақ қояйын дедім ояққа. Себебі мен сөйтсем бұл неяқта жүр ема. Мен бірден мынаны қойдым, екіншісін қойдым. Сөйтіп ана өліп қалды. Ема базар жоқ. Басым істеді жей. Сөйтіп барып бірден лутын алып алдым. MP40 бар екен, MP5-пен ауыстырып алдым да бірден кеттім достар. Іздедім, там ары бері жүрдім, айналып жүрдім дегенде қойшым достар. Жүрдім, міне достар, бұл режим маған бір ұнағаны өте тез жүрді. Ускорение мощный ол достар. Просто өте керемет режим достар. Так, енді маған сообщение келіп қалды, озвучка жасап. Так, бұл режим маған өте ұнады достар. Сіздерге де ұнады ма? Комментарийға қалдырып кетіңіздер достар. Енді сіздерге қолдап лайк басып комментарий қалдырып жатқан жігіттерге өте көп алғысым шексіз достар. Енді мен бұл қазір мынау менің досым, біздің гильдияның баласы, сонымен бірге тұрған болатынмын. Сонымен бірге ойнап жүрген, енді класстасым, өзім бір класста ойнаймыз. Так, ойнап жүргенім, сөйтіп алдынан екі адам шықты. Мен ананы қатып қалған ба деп ойлаймын, сөйтіп қатып қалмапты, тастың арқасына қарай нечайно екеуі жабылып кетсе не қыламын дедім. Сөйтіп атып қойдым, хетін жабыстырып жедім, ананы қуаттым. Одан кейін атып жатырмын, анаған тиіп жатыр ма десем, ана қуатқан адамға тиіп жатыр екен. Мақыл дедім, оны дәйіп етсадым, ана жаққа қашып кетіпті. Сөйтсем, одан кейін барып мен былай айналып барайын дедім. Одан кейін давай бір әдем контент болсын деп арбалетпен өлтіріп көрейін дедім. Арбалетпен аттым достар. Енді қараңдар, бум, просто арбалет 61 қыпысын алып берді. Енді арбалет 5-5 қыпыдан ала береді, көріп тұрғандарыңызды 5-5 қыпыдан кетіп барады. Арбалетпен әлі де атып жатырмын, тиіп достар. Ема базарлықтың тигізем деп ойлағам, тиімет. Одан кейін былай қарасам, андай ататын қойып қойды. Одан кейін қой бармайын дедім. Себебі оғанның қасына барсаңыздар өлтіріп тастайды достар. Бәріңіз білетін болса, білмейтіндер болса біліп алыңыздар достар. Осы жерде ойнап жатқан кезде керек болады. Просто мынау шықты, одан кейін бам өлтіріп тастадым. Там бірден лутын алып алдым дағы. Сосын кеттім достар. Сосын тағы да жүрдім. Бір жақсысы, ана біраз жүрсең тез жүгіретін болып кеткен. Енді өздеріңіз түсінесіздер ғой достар. Бір гранттың оғына алып алдым, ойланып тұрдым да алайын ба алмайын. Неге десеңіздер, себебі грант тауып қалсам гранттың ойнаймын ғой енді достар. Гранттың ойнаған өзім ұнайды, сондықтан гранттың алып алмай жүрмін.
сөйтіп кетіп бараттым достар. Алдымдан көріп тұрғандарыңыздай картада бір не шықты. Анау келатыр көрдім, бірден MP40 алдым қолыма, аттым, айдалаға атып жатырмын. Одан кейін міне бам хиттеп жапсырдым. Там анада лагат етті, там стенаны 2 сағаттан кейін ойылды. Содан кейін бірден аттым, хет болған жоқ, но өлтірдім. Үшім өлтірсем болмас па. Үшім сөйтіп өлтіріп сандағын, там лутын алдым, лутында андай жерге қоятын ататындар жаман көп екен, өздеріңіз көріп отырғандай. Бәрін алып алдым до конца. Ана аяқ киімді алып естен шығып кетті. Но енді ол бағана түсіп тастағанмын. Сөйтіп үстіге қарай кеттім мен. Немін ғой достар, бұл режимде маған жететін жоқ. Бұл режимді өзім жақсы көремін, және де бұл режимді өте қатты ойнаймын достар. Көріп тұрғандарыңыздай өздеріңіз де байқаған боларсыздар, өте қатты ойнаймын. Себебі өзім секіріп атқан да өзіме өте ыңғайлы, өзімде өте нормальный да, түсіндір ғой достар. Одан кейін барып дроннан адам шыға ма дедім, адам шықпады. Одан кейін барып кеттім достар. Кеттім, там баяға бардым, анаяқа бардым, видео түсіп жатыр ма көріп қойшы дедім. Бекерге килл жасап жатқан киллдарым менсіз болмасын дедім ғой ішім достар. Сөйтіп көріп қойдым, түсіп жатыр екен. Там былай секіріп кете бердім, аирдропқа барып қайтайын ба деп едім. Сөйтіп кете бердім достар. Сөйтіп бір кезде бармай-ақ қойшы дедім. Ерінді манаяқа баруға, артқа қайттым достар. Одан кейін барып пикке барып, мынаның үстіне шыға аламын ба деп секіріп едім, шығам еткен. Одан кейін айналып өте салайын дедім мен де. Үшім өйстіп жүрдім, айналып сөйтіп, сол кезде мына 2 этажнийден атысқан нелер естілді. Үшім атысып атқан болды, сияқты болды енді. Одан кейін бардым, там бірінші жайлап мініп көрдім, сөйтсем нерде тұр екен. Одан кейін барып мен ойладым достар, немен арбалетпен ат тигізем деп ойладым. Қанша рет тырыстым, тигіз алмадым. Ема бірінші рет 2-3-4 оқып кеттім ғой, тигіз алмадым. Одан кейін барып басым істейді ғой достар, ана нені қойып қоям деп ойладым, но бірақ айдалаға қойып жібердім достар. Одан кейін барып болмады. Одан кейін мына жерден қоям деп ойладым. Нерге қойдым, бір екеуін қойдым дағын. Одан кейін бар үшіншісін үстіне шығып бірден қойып қашып кетемін деп ойладым. Қойып қашып кеттім. Одан кейін минустар шыға бастады. Мен көріп тұрғандарыңыздай ол атып жатты менің андай не қойғаным. Одан кейін бар МК-ны алдым да былай артынан ата бастадым достар. Артынан ата бастадым. Просто артынан ата бастадым. Сол кезде ана қасымдағы досым, яғни ол бірден раштет кіріп кетті. Одан кейін ол өлтіріп тастады. Үшім сол достар, өлтіріп тастады, барып кіріп қалдым. Өлтіріп тастады. Содан кейін мана ускоренесін алып алдым, там лутын алып алдым дағын. Кетті осымен достар. Так, сонымен осылай жүрдім. Там ремканы көріп қалдым, бронямды көріп алдым да, қанша екен дедім дағын. Ремкаға барып істеп алайын дедім, істеп алдым. Ремка қолдан алдым. Содан кейін барып айналып жүрдім. Там секіріп, өзіме де ұнайды секіріп, бүйтіп жүргенім. Былай тез жүресің достар ше, андай қатты секіресің, жаным кетпейді, но бірақ от души секіресің, қараңызшы, просто ауф. Енді өте керемет режим, өзіме қатты ұнады. 5 адам өлтіріп тастадым, 5 килл жасап тастадым, базар жоқ. Просто лайкпен қолдап кетіңдер. Одан кейін үстіндегі жасылды көріп қалдым, барып алып алайын дедім. Энергетик қоян достар, керек болып қалар. Алып алдым. Там адам іздей бастадым достар. Адам, 10 штук адам алдым. Мә классическийде бұндай жерға не, бұндай үлкен картада 10 адам қалмайтын еді. Классическийде там боттар болады, соң өзінде ондай адамдар қалмайтын тұғын негізі. Но бірақ осы режимде қалып тұр ғой. Бұл режимде енді түсінеге болады, қатты жүресің. Там нерден бір аптечканы алып алдым, байқағандарыңыздай жүгіріп барадыр. Ускоренесі қанша мықты болса да, қолым шапшаң ғой деген не деген мен. Мақтан алайық та енді. Так, сөйтіп барып достар жүрдім. Оқ, патрон бәрін жинап алғанмын, костерім бар, там керек кездерде костер керек болады, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Там нерден арбалеттің оғын алдым. Одан кейін не алдым бағана. Үшін не алғанын көре алмай қалдым.
общем кетип бараттым достор. Сөйтүп барып мына аирдропко да бара салайын дедим. Экөө бир жерде тур экен. Там мынанын үстүнө бара жаттым. Там уруп суу дәл үстүнө түстүм. Одан кийин 3 аптешка 3 не бар экен. Стена стенаны алып алдым дагы. Кеттим. Одан кийин 3 стенаны коюп койдум. Там бир атып атса бирден коям деп. Одан кийин барып жүрдүм го достор. Айналып дегендей. Иштеп жүрдүк. Енді былай карап атсаңдар достор, өтө кереметтей режим. Енді сиздерге унады ма, унамады ма бул режим, комментарийга жазып кетиңиздер. Комментарийдин бәрін окуйм. Комментарийга эгерде сиздерге лайк бассам, значит мен комментарийди окудум деген сөз болушун достор. Енді достор, комментарийга былай жаман сөздөр айтуудун кажети жок. Жаман сөз айтпай коелук. Және лайк басып кетейик достор, лайкты аямай басайык. Және достор, өтүнүч сендерден 5 подписка карап аткандар болсо, арнага тиркелейик. Өтүнүч сендерден достор, казак колдонбаса ким колдойт? Айдаладагы бир орус кеп колдоп кетпейтин чыгар, казактар алга деп. Элине сондай көргөсүңөр ма, бир орус кеп Казакстан алга деп айтканын көргөсүңөр ма достор? Ондай болмойт. Казакстан алга деп казактар айтпаса, орустар орустардан башка да элдер, өзбектер айтпайды го енді. Ошентип түшүндүрүп алдыңыздар. Енді былай мен картадан нени көрдүм. Мына кызыл жакта, кызыл зонада бир деген көрдүм, бирок оган барууга коюш дедим, себеби кызыл зонага өлүп калсам дедим. Одан кийин алдымда экөө келет. Одан кийин аны жерден көрдүм, аттым, аттяшка кетпеди. Акыр жагында кеттим, ол бирок ал жака качып кетти. Одан кийин барып паскага карап рашид еттим. Өтө тез жүгүрөт достор, просто ускорениесі мощь. Одан кийин бир стене койдум. Арбалет атам деген, арбалет чыкпайт экен. Секирип калып едим. Секирсем ондай не катты секирип кететин эсе чыгып кетти. Бир стена койдум, бирок стенанын бер жагына түстүм нормаль. Арбалетпен атып атам, бир огум болсун тиймейт. Ар жакта адам келет деп оганда оны атайын десем, ол уже бияка кирип кетти. Ушун достор, тиймейт го. Түшүндүр достор. Так касымдагы досум бар. Досум ол өзүнө катты алып койду. Там катты рашид этип койду, өзүнө катты сенип койду. Там мен андай улардын ататындарын жартып тастадым да, одан кийин барып стенка коюп көмөктөстүм досума. Енді досум ол ана ататынысыны досума атып турду. Мен ататынды жартып тастайын дедим, себеби достор билетин чыгарсыздар. Ататынды жартып тастамасам болбойт. Ататын ол менин досум жартып тастады. Одан кийин онун 5 шанс уже onu кетти. Содан кийин барып мен онун ускорениесин алып алайын деп кашайын дедим достор. Одан кийин качтым, себеби олар экөө көрүп тургандарыңыздай онун үстүнө менде онча неде жок. Эчтеме жок. Өшүм түшүндүрүп достор. Энд достор, бул жерде демек кашып, бүтүп жүрөбүз. Сондуктан кызыктуу жерине келгениңизде жалгастырамыз достор. Өшүм достор, биздер жалгастырамыз энди. Так, енді біздер келе жаттық. Там алдан 2 адамды көрдім, андай қасында ататын бар екен, осыда айналып барайын дедім. Олар мені көрмеді деп ойлағам, көрмеді шынымен де. Одан кейін бар, қолыма МК-мды алдым. МК-мды алдымдаған адамды көріп қалдым. Аттым, аттешке кетпеді. Ол қашуға тырысты. Көріп тұрғандарыңызды мен оны қараңыздар достар. Секіріп бартқан жерінен атып қалыптым просто. Лайк просто достар. Давид етсадым просто бірден. Себебі менен басқа тағы да 2 адам бар. Ол Давид етіп ұстауы мүмкін болатын. Сондықтан өзім Давид етсадым өшіме. Ана жерде бір жынды граникпен атып тұрды. Ол мені сол жерде деп ойлады. Но бірақ мен ол жерде емесім, көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін барып мен оны айналып барам деп ойладым. Но бірақ ол жерде жоқ екен. Сөйтіп барып баяғы кетіп қалған шығар, менен қашыптам деп ойладым. Келе адырмын, ана несін энергетиктерін алып олайын дедім. Сөйтсем нерден бір теңге келедір. Аттым, там оны өлтіріп тастадым. Үшім көрінір отырсыр. Өлтіріп тастадым, Смела өлтіріп тастадым. Одан кейін барып тағы біреу адам қалды. Оны өлтіретінме 100% сенімді болдым. Неге десеңдер ме достар? Себебі мен видео түсіріп отырмын. Себебі бұл видеоны сендер көріп отырсыңдар. Демек, сендер көріп отырсыңдар, значит бұл топ бір. Так достар, мен көріп отырғандарыңыздай М40-пен аттым. М40-пен просто аспанға ұшып кетті. Емам мен сонда да М40-пен аттым. Жындымын өшім достар. Одан кейін қолыма МК-ны алып едім. Не болды? Просто бум.
ол өзі өліп қалды достар. Просто топ 1-дің топ 1 болды. Одан кейін энергетиктен промой алып алдым. Там стенкаларын алып алдым да жерге қойып тастадым. В общем, осындай бізде видео болды достар. Видеосы давайте лайк басып арнаға кіріп кетейік. Сіздермен бірге болған Ера. Давайте достар. В общем, видео аяқталды. Арнаға кіріп келді.